Рубинсонның бірнеше әңгімелерін оқыдым. Олардың ішінде «Таза бұлақ» әңгімесін айтып берсем. Таза бұлақтың әңгімесінің негізгі ойы: адамдар таза бұлақтай таза, бір-біріне қамқор көрсетсе, өмірде барлығы жақсы болады. Мен қазақ ертегілер кітабын оқыдым. Ол кітабынан маған ең ұнаған ертегі «Бес ешкі». Мен ол ертегіден түсінгенім, бәрімізде бірлік болу керек. Бірлік болмай, тірлік болмас. Мен Жюль Верннің «Жер кіндігіне саяхат» деген әңгімесін оқыдым. Бұл әңгімеде профессордың жер кіндігіне саяхаттағаны туралы айтылады. Ол сол кезде бірнеше түрлі және қауіпті жағдаяттарға тап болады.